Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басты жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл 100 News. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Жаңа Қазақстан, жаңа ата заң. 7 күнде жазылып, бүгін жобасы жарияланған Конституция туралы халықтың өзі не дейді? Айтылған сөз, атылған оқ. 7 триллион теңгенің транзиті мен Ақордадағы ауыз түйіс. Әскери қуаты қандай болса, әскери тәртібі де сондай. Осы аптада тағы бір сарбаздан айырылдық. Toyota Land Cruiser, Kia, Hyundai, 100 медиа Қазақстан полициясының автопаркын араламаса да саралап көрді. Жаңа Қазақстан, жаңа ата заң. Конституциялық комиссияның асығыс өткізген 6 отырысының нәтижесі осы. Әуелде түзетеміз деп құрылған комиссияның жұмысы ақыры жаңа конституция жазумен тынды. Себебі түзетулер тым көп көрінеді. 77 бап жаңадан еңбек. Бұл конституцияның шамамен 84% деген сөз. Ескіні жамағанның есі кетеді дегені болар. Вчера члены комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции. 6 күнде 6 отырыс өтті. Мұндай маңызды істің алашапқын асығыс жасалып жатқанына сақа саясаттанушылар да аң-таң. Мысалы, Азаттыққа берген сұхбатында әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев былай дейді. Расында бір асығыстық бар. Оның ар жағында не тұр? Айту қиын. Мүмкін президент сайлауына дейін, яки президент өкілеті біткенше парламент сайлауында өткізіп алу мақсаты бар шығар. Президенттің өкілеті бітетін 2029 жылға дейін шынымен аз уақыт қалды. Осы 2 жыл ішінде 2 сайлау өткізу, одан бөлек жаңарған конституцияны қабылдау, оның барлығы уақытты қажет ететін нәрсе. Сондықтан елде экономикалық, саяси тұрғыдан үлкен қауіп-қатер туындамаған. Салыстырмалы түрде тұрақтылық бар кезде осы мақсаттың бәріне қол жеткізіп алу керек болған шығар бәлкім. Кеше Конституциялық соттың төрағасы Эльвира Әзімова бастаған үшеу, яғни Ерлан Карин мен Ержан Женбаев кешқұрым Ақордаға барып, президентке бәрін баяндаған. Конституцияның түбегейлі жаңа мәтіні әзірленгенін айтып, жобасын көпшілікке жариялады. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа конституция туралы түпкілікті шешімді қазақстандықтар республикалық референдумда қабылдайды деді. Ал сол қазақстандықтар елдің басты құжатының қайта жазылғанынан хабардар ма өзі? Жоқ, естіген жоқ. Мүлдем естімедіңіз ба? Жоқ. Әлі толық таныса алған жоқпын. Енді шығып жатыр ғой, енді танысам. Жоқ. Мүлдем естімедіңіз ба? Жоқ, кетмедім. Жоқ, естіген жоқпын. Жоқ, ол жайлы естіген жоқпын. Негізі өзгерістер болып жатқан естідім, бірақ точно қайсысы не өзгеріп жатқанын біле алмадым. Маған қажет жоқ. Ну, примерно слышала, да, напротив, там, потому что Конституцию переписывают без конца уже, и мы устали за этим следить уже, и как бы это же все неправильно, это же основной документ государства. Сокращение депутатов, да, если не ошибаюсь, вот Курултай новый. Ну, я поддерживаю все это. Я думаю, будущее Казахстана в хороших руках, надежных, с таким президентом. Қызылордалық ретінде бұл нәрсе өте жаман ауыр тиді маған. Тіл мәселесі. Қазақша үйренуге жалқау билік басындағыларға жақсы не болды, сылтау болды. Біз біреудің отарындағы ел емеспіз. Ол орыс тілі ол енді Россияның өзінің тілі ғой, біз неге оны? Лучше ағылшын тілін алайық, Қытай тілін алайық онда. Комиссия құрамындағы адамдарды көріп те айтуға болады ғой, негізі. Ештеңе өзгермейтін. Жоқ. Мүлдем естімедіңіз ба, оқымадыңыз ба? Жоқ. Мен вообще телевизор жоқ менің емде 10 жылдан бері. Білмеймін даже. Мүлдем естіген жоқсыз ба? Білмеймін даже, естімедім. Не дейді, соның бәрі енді көреміз ғой. Білетін адамдар енді айтар. Білмейтін тыңдар. Бәрі дұрыс, қолдаймыз. Конституцию часто менять нельзя, потому что это плохо. Конституция должна стабильна, тогда она работает. Енді қарап көреміз, енді алдағы неде қалай өзгеріс болады. Кішкене халықпен де ақылдасып нететін шығар деген үміттеміз. Осы аптада біздің бақ бетінде ғана емес, көрші елдің ақпараттық кеңістігінде де жиі талқыланған бір тақырып болса, ол 7 триллион теңгенің транзиті төңірегі. Бәрін рет-ретімен 28 қаңтар күні Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы мониторингі агенттігінде өткен жиында елдегі банктердің бірі көрші елге 7 триллион теңгеден аса қаржыны заңсыз жөнелткенін мәлімдеді. Дегенмен осынша қыруар қаржыны қай банк, қай елге жібергенін нақтылаған жоқ.
7 триллион теңге үлкен ақша, 14 миллиард ақш доллары немесе ел бюджетінің 3-тен 1 бөлігі деген сөз. Егер осынша ақша заңды түрде рәсімделіп, шетел асса ештеңе емес. Ал иегіңнің астынан әкетіп жатса, әрине сұрақ көп. Бірақ жауап жоқ. Бәрі басы ашық күйде қалды. Тек келер күні Ақорда президенттің көмекшісі әрі баспасөз хатшысы Руслан Желдібайды қызметінен алып тастады. Бұл екі оқиғаның бір-бірімен байланысы болуы мүмкін бе? Тағы да сұрақ. Президент сөз еткен көршілес ел Ресей болуы кәдік деген болжаммен әлеуметтік желіде Ресеймен байланысы бар деген банктерді түгендеу басталды. Олар көп, бірақ жауап бергені жалғыз Турлов болды. Қазақстандағы бір банк арқылы шетелге 7 триллион теңгеден астам қаражат аударылған туралы ақпарат Freedom Bank Қазақстан акционерлік қоғамына қатысты емес. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасын, талаптарын және санкциялық нормаларды қатаң сақтайды. Айтпақшы, Ақорда баспасөз хатшысыз қалған жоқ. Лезде бұл қызметке Айбек Смадияровты тағайындап қойды. Ол шамамен бір ай бұрын Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі қызметін аяқтап, Ақордаға ауысқан. Айтпақшы, осы аптада елдің еңбек министрі де ауысты. Светлана Жақыпованы оның орынбасары Асқарбек Ертаев алмастырды. Осы аптада Қазақстан армиясынан тағы да қаралы хабар жетті. Жамбыл облысындағы әскери бөлімшелердің бірінде борышын өтеп жатқан сарбаз қаза тапты. Тағы дейтініміз, өткен аптада Өскеменнен де осындай өктем хабар жеткен. Ресми ақпаратқа қарағанда екі жағдайда да сарбаз өз-өзіне оқ атқан. Оқиғаларға байланысты қылмыстық іс қозғалды деді жауапты орган. Іс қозғалғанмен ол оңалама. Отанымды қорғаймын деп шабытпен кеткен жігіттер табытпен орала бере ме? Бір ғана қаңтар айында 3 сарбаздан айырылдық. Бейбіт күнде. Өскеменде қаза тапқан Қазбек Оспановтың анасы, ол өзін атып өлтірді дегенге сенбейді. Перзентінің мәйітін көрген ана өз баласын танымай қалған. 20 жастағы жігіттің көзі ұясынан шығып, бет аузы көгеріп, ісіп кеткен. Заржылаған ана журналистерге тағы бір жайтты жеткізді. Қазбек әскерде жүргенде сыныптастарымен бұрынғы әріптестерінен үнемі ақша сұраған. Babam tanıgan yok bunu benim. Onu bana gözü dayın demez, gözleri şık ketken. Betleri ısık ketken. Әскери тәртібі осындай осал елдің әскери қуаты қандай болушы еді? Осы аптада Global Firepower әлем елдерінің әскери қуатының жаңартылған рейтингін жариялады. Қазақстан бұл рейтингте алғашқы 50 елдің қатарында жоқ. 145 елдің ішінде 58-ші орында тұр. Ал Өзбекстан 53-ші орынға жайғасты. Осылайша әскери қуаты жөнінен өз ағамыз озып кетті. Сарапшылар 145 елдің әскери әлеуетін 60-тан астам көрсеткіш бойынша бағалаған. Рейтинг көшін дәстүрлі түрде ақш бастап тұр. Екінші орынға Ресей жайғасса, үздік үштікті Қытай түйіндейді. Енді осы аптада 100 медиа редакциясы әзірлеп, назарларыңызға ұсынған сараптамаларға тоқталсақ. Кеше қазақ парламентіне 30 жыл толған. Жаңа конституция, жаңа парламент құрамыз деп жүргенде, бұл датаны ешкім ескермеген де секілді. Ал біздің редакция қазақ парламентінің эволюциясы деген материал әзірлеп жариялады. Өзінің сайланған мерзімінде толық жұмыс істеп көрмеген біздің парламенттің пәрмені мен дәрмені сараланған материалды оқып көріңіз. 100 медиа көтерген тағы бір тақырып Қазақстан полициясының автопаркі туралы. Анықталғандай, отандық құқық қорғау органдарының қызметтік көлігі элиталы автосалоннан кем емес. Оны күтіп ұстауға да аз ақша жұмсамайтын көрінеді. Мысалы, Павлодар облысының полициясы өз көліктерін жөндеуге 111 миллион теңге бөлсе, ал жамбылдық полиция 73 миллион теңге жұмсамақ. Оқып көріңіз. Құрметті біздің оқырман, көрермен, егер елдің және жаһан жаңалықтарын бірінші болып біліп, тәуелсіз сарапшылардың ойы мен пікірін тыңдағыңыз келсе, біздің сайтты оқып, 100 медианың әлеуметтік желілеріне жазылып қойыңыз. 100 Ньюсте келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.